Бүгінгі сабақта біз сақталған құжаттарды қалай ашуға болатынын көреміз. Әрине, ең қарапайым жолы сіздің компьютеріңізде сақталған Word файлы болса, осындай иконкамен, оның үстіне екі рет шертсеңіз, сіз бірден сол құжатты ашып, оны өңдей аласыз. Алайда, біз басқа да жолдарын қарастырып өтейік. Жай Microsoft Word бағдарламасын ашатын болсақ, бізді келесіде интерфейс күтіп алады. Бұл жөнінде біз алғашқы сабақтарда айтқан болатынбыз. Ортаңғы бөлігінде біз осыған дейін өңдеген құжаттар тізімін көре аламыз. Байқап отырсаңыз, құжат 1 деген атаумен бізде екі құжат бар. Бұл қателік емес. Анықтап қарайтын болсаңыз, біреуі OneDrive-ке сақталған, екіншісі біздің компьютерімізге сақталған. Яғни, біреуін өңдейтін болсақ, біз тек қана өзімізде өңдейміз, ал OneDrive-тегіні өңдейтін болсақ, біз OneDrive-тегі құжатты жалпылама ортақ өзгертетін боламыз. Осы жерде тізімде көрсетілген кез келген құжатты ашуға болады бірден. Мысалы, біз өзіміздің компьютердегі құжатты ашайық. Байқап отырсақ, біз бірден өзіміздің құжатқа келдік және оны ары қарай өңдеуді жалғастыра аламыз. Ал егер біз жұмыс істеп жатқан құжаттың үстінен жаңа құжатты ашуымыз керек болатын болса, онда файл қылташасына барып, открыть батырмасын басамыз. Және де осы жерде бізде бірнеше мүмкіндік бар. Жақында ашылған құжаттарда бар, байқап отырсақ, OneDrive-ке кіруге болады, немесе өзіміздің компьютерден тұрақты сақталу папкасынан қажетті құжатты аша аламыз. Немесе құжатымыз тұрақты сақталу папкасында емес, басқа жерде тұрса, обзор батырмасын басатын болсақ, бізде диалогты терезе ашылады. Соның ішінде, мысалы, алғашқы сабақтардағы құжатты ашсақ болады. Байқап отырсақ, енді бізде екі құжат ашылды. Оның алғашқысы осы біздің ашқан құжатымыздың астында, және де оның үстінде біздің кейінгі ашқан құжатымыз орналасқан. Аталған әрекетті жылдамырақ істеуге болады. Ол үшін горячий клавиші дейді, яғни ыстық батырмаларды бассақ болады. Ctrl батырмасын басып отырып, O батырмасын басатын болсақ, онда бізге таныс интерфейс бірден ашыла кетеді. Осымен сабақ аяқталды. Егер сабақтағы материал сізге түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.